Ассалаумағалейкум достар, сіздермен жақсымын жаман анасы качо достар, қайсылар жайында мен бүгін салют жайлы айтатынмын. Иә достар, салютты атпаңыздар, себебі ол зиян. Салютты кейбір адамдар атып, мысалда құдай сақтасын, қолдарынан айырылып қалған. Салютты ол қалай десеңіздер, мысалы егер сіздің қорапта қаншама салют тұрса, соған спичка тигізіп кетсе болды, қолыңыздан айырыласыз. Салютты адамдар қолға ұстап атқаны дұрыс емес достар. Ал бірақ қазіргі адамдар оған құнық. Бірақ жыл сайын жаңа жыл деген қалып баратыр. Сол үшін салют дегенде қалат шығар деген ойдамын. Иә достар, мен сіздерге осыны түсіндірім. Сіздермен болған жақсымен жаман анасы қоштасамын, жақсы болыңыздар. Және де достар, мен видеоны жиі шығарып тұрамын, себебі менің өмірімде бір-екі нелер жұмыстар шығып қалды, сондықтан жарайды, сол болыңыздар.